Бәріңе сәлем. Бүгін математика 2-ші сынып 98-ші сабақтың есептерін шығарып көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тура және жанама түрде тұжырымдалған есептер. Тігінші 4 шапан және одан 3 есе артық камзол тікті. Тігінші неше камзол тікті? Бірінші есептің шешуі, шарты сірә берілген. Шешуін жасайын. Так, 4 шапан тікті және 3 есе артық десе 3-ке көбейтеміз. 12 шығады. Сонда неше қамзол тігіп тұр? Жауабы 12 қамзол тікті. Қамзол тікті. Келесі номер 2. Тігінші 12 қамзол тікті. Бұл шапандарға қарағанда 3 есе артық. Тігінші неше шапан тікті? Бұл 3 есе артық шапандарға қарағанда. Шешуі 12-ні 3-ке бөлемін. 4 шығады. Жауабы бізде шапан 4. 4 тікті. Келесі, 1 және 2-ші тапсырмаларда есептерді салыстыр, қорытынды жаса. Так, бірінші тапсырмада ап-анық айтып тұр, тігінші 4 шапан тікті. Және одан 3 есе артық қамзол тікті депті. Ал мына есепте тігінші 12 қамзол тікті, алайда шапандарға қарағанда бұл 3 есе артық. Демек шапандардан 3 есе артық, шапан қамзолдардан 3 есе кем болып тұр. Бізге осы 3 есе кем деген сөзді жасырып тұр. Сол себепті біз бұл жерде есе кем десе бөлеміз, 12 бөлу 3 тең 4 болады. Күбіде 4-ші есеп. Күбіде 15 литр қымыз бар. Бұл торсықтағы қымызға қарағанда 3 есе артық. Демек торсықтағы қымыз 3 есе кем болып тұр ғой. Неше литр қымыз бар? Так, күбіде 15 литр қымыз, ал торсықта белгісіз мынадан 3 есе кем болады. Шешуі сіздерге түсінікті болу үшін 3 есе кем деп жазайын. 15 бөлемін 3 тең болады 5. Жауабы торсықта 5 литр. Не бар? Қымыз бар. Бірінші есептің шешуі осындай, екінші есептің шешуі осындай. Осыған біздерге есептер құрастыр дейді. Номер 5. Қалай есеп құрастырамыз? 13 азайту 10 тең болады 3 екен. Арманда 13 кітап бар. Ал Ержанда бұдан бұл Ержанның кітабына қарағанда 10 кітапқа көп. 10 кітапқа көп. 10 кітапқа артық. Мына жерде стрелкамыз наоборот болады, Стрелкамыз былай болады, 10 кітапқа артық. Енді бұл жердегі шешуі бізде 13 азайтамын 10 тең болады 3 болады. Жауабы Ержанда 3 кітап. Енді екіншісін шығарайық. Екіншісінде 10 қосы 3 тең 13 дейді. Бұл жерде Арманда 10 кітап. 10 кітап. Бұл Ержандікіне қарағанда 3 кітап кем. Ержандікіне қарағанда. Так, наоборот салам, қайтайды былай салып қойдым. 3 кітап кем. Шешуі
10 қоссам 3 тең 13. Жауабы Ержанда 13 кітап. Келесі теңдеуді шығарайық. 5 көбейту с тең 35. С тең 35 бөлем 5. С тең 7. Тексерем. 5 көбейту 7 тең 35. 35 тең 35. Келесі x азайтам 19 тең 27 азайтам 9. X азайтам 19 тең 18. Так, x тең 18 қоссам 19. X тең 37. Тексерем. 37 азайтам 19, 27 азайтам 9. Мына жерден 17 шығады. 18 шығады. И мына жерден де 18 шығады. Келесі y қосамын. 42 азайтам 17 тең 34. Y қосам мына жерде менде 25 шығады. Тең 34. Y тең 34 азайтам 25. Y тең 9. Тексерем. 9 қосамын. 42 азайтам 17 тең 34. Мына жақта 34 шығады. Мына жақта 34 шығады. Келесі есепті теңдеу құрып шығар. Торсықта 5 литр қымыз бар. Бұл күбідегі қымыздан 3 есе кем. Күбіде неше литр қымыз бар? Так, номер 7 есепте торсықта 5 литр қымыз бар. Я. И бұл күбідегі қымыздан 3 есе кем. 3 есе кем. И 5 литр қымыз бар. Так, енді осыда күбіде неше литр қымыз бар екен табуымыз керек. Мынау теңдеу. X тең 5 көбейту 3, X тең 15. Тексерем. 15 бөлемін 3 тең 5. 5 тең 5. Сонда күбіде 15 литр қымыз бар. Күбіде 15 литр қымыз бар. Келесі өрнектің атауы тәуліктің бөлігі және арифметикалық амал, сан, шама, геометриялық фигура, теңдік емес, тігінен қандай сөз шықты. Так, келесі сөз жұмбақ. Сөз жұмбақта бірінші өрнектің атауы қосынды болады. Қ. Так. Шығып кеттік. О, С, Н, Д. Келесі тәуліктің бөлігі бізде түн. Так, үшіншісі арифметикалық амал көбейту. Көбейту. Төртінші сан бізде 7. Бесінші шама ұзындық. Ұзындық. Алтыншы геометриялық фигура бұрыш. Және теңдік емес теңсіздік. Сонда бізде қандай сөз шықты? Сүйінші. Сүйінші деген бұл жақсы хабарға келген кезде сұрайтын сонда керемет дүниені бізде сүйінші деп атайды. Келесі қай суретте үшбұрыштардың саны артық болады. Так, бірінші суретте бізде общий бір үшбұрыш болады. Бірінші 1, 2, 3, 4, 5 үшбұрыш деп есептейміз. Сосын былай бір үшбұрыш, былай 2 үшбұрыш, 3 үшбұрыш, 4 үшбұрыш бар. Сосын тағы бізде 3 бар. 3 емес 2 бар. 2 үшбұрыш бар былайынан. Сосын общий бір үшбұрыш бар. Сонда менде неше үшбұрыш болады? 12 үшбұрыш болады.
Ал келесі бізде общий 1, 2, 3-ке 3 үшбұрыш, және мынаумен 1, мынаумен 2 үшбұрыш, және общий 1 үшбұрыш бар. 6 үшбұрыш болады. Енді қай суреттегі үшбұрыштардың саны артық жауабы да қайсысы мына көк түсті ма, қызыл түсті ма? Көк түсті үшбұрыштың саны артық. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.